Сәлеметсіздер ме көрермендер? Біз бүгін қазіргі күнде қызу талқыланып жатқан Каспий перевод туралы білгенімізді бөліссек. Біріншіден, Каспий переводқа салық салынады екен. Каспий перевод құрсын деген сияқты әйтеуір қауесет сөздер тарап жатыр. Кішкене біз өзіміз ойланып қараған дұрыс сияқты бірінші. Өйткені сіз перевод жасаған үшін салық төлеуіңіз миға қонымсыз. Және де қозғалып жатқан зат мобильді аударымға емес, төлемдерге салық салынады деген сияқты. Көп кісілер босқа әйтеуір шулатып жүр ғой. Мысалы, сіз қараңыз, сіз той жасадыңыз, келген бір 300 шақты, 200 шақты қонақ сізге тойға сыйға деп ақша перевод жасады болдыңызға. Сіз оған ешқашан салық төлемейсіз ғой. Дәл сол сияқты кішкене ойға салған дұрыс. Мысалы, отбасыңызда, достарыңыздың арасында, туыстарыңызда біреулерден қарыз алып тұруыңыз мүмкін. Күнделікті қолданатын алмасу таныстар арқылы ақша. Оған сіз ешқашан салық төлемейсіз. Бұл жерде қозғалып жатқан мәселе басқа мәселе. Кәсіпкерлікті официально жасау мәселесі мен білуім. Тағы да егер кәсіпкер магазин Каспий арқылы ақша қабылдайтын болса, ол да мысалы 3 жылға салықтан босатылған. 2020, 2021, 2022 жылдары кез келген жеке кәсіпкер салықтан босатылған. Сол үшін қатты шулаудың қажеті жоқ сияқты. Бұл жерде мысалы сіз кәсіпкер болып 20 миллион ақша қабылдасаңыз да, главное сіз бұл жерде бизнесіңізді официально жасауыңыз керек. Сол мәселе. Онлайн аппарат қосыңыз, ИП ашыңыз, ИП-іңізге шот ашыңыз. Қатты қорқатын мәселе жоқ бұл жерде. Сау болыңыздар.